Сәлем достар. Бүгін біз ағылшын тілін үйренудің құпияларын ашатын боламыз. Бұны сіз ешқайда бұрын естімеуіңіз мүмкін, немесе бұны қолданбауы да мүмкін. Сондықтан осы видеоны аяғына дейін көр. Бастайық. Бірінші әдіс, бірінші қадам ол өзіңіздің дәрежеңізді білу. Біреу мысалға күрделі диалогтарды қолдай алуы мүмкін, ал біреу мүмкін білмеуі де мүмкін. Сондықтан өз дәрежеңізді білген ол өте маңызды. Жарайды, дәрежені білдік, ал не істеймін ал ары қарай? Мейлі. Екінші ол сөздік қор. Егер дәрежеңіз төмен болса, немесе ағылшынша сөздер аз білсеңіз, онда белгілі бір топты алып, мысалға менің кеңесім, белгілі бір топты алып, соның сөздерін жаттап, кейін соны практикалау. Былай айтқанда. Мысалға үй жануарларын аласыз, кейін мысалға horse, dog, cat секілді аласыз, кейін соны жазып аласыз, жаттайсыз. Жаттап қолданасыз. Маңыздысы қолдану бұнда. Себебі сіз қолданбасаңыз миыңыз ұмытып қалады. Бұл ғылыми дәлелденген нәрсе, білесіздер. Жарайды, осындай қарапайым ба кеңесің дейтін шығарсыздар. Бірақ бұны тіпті ақша төлейтін ағылшын орталықтарында да осыны қолданады. Сондықтан біліп отырыңыздар. Менің 2 жаттығуым бар осындай сөздік қорды байытуға. Ол біріншісі, әрине грамматикада маңызды, сөздік қормен қатар. Жарайды, жаттығулардың біреуі. Біріншісі ол бір затты көрсетесіз. Мысалға, көшеде жүресіз, немесе үйде болсаңыз да болады. Бір затты көрсетпесеңіз де болады, ойша көрсетсеңіз де болады. Сосын барып айтасыз. Мысалға, көрсеттіңіз мысыққа cat. Сосын былай көрсеттіңіз бір тас rock. Сосын бір құс ұшып баратыр bird секілді кете береді. Сіз мысалға көрсеттіңіз, бірақ білмесеңіз, құттықтаймын, сізге бүгін +1 new word, жаңадан бір сөздік қорыңызға кірді. Егер білсеңіздер, онда тіптен жақсы, сіздің миыңыз кішкене қайталап жатыр. Жарайды. Бұл көмектеседі. Екіншісі ол кішкене жай ғана сөздер емес, сөйлем құрастыруға көмектеседі. Сонымен қалай? Мысалға досыңыз бар, немесе ойша досыңыз да болады. Досыңызбен тұрсыз. Досыңыз сізге бір қорапшаны ойша береді. Қорап. Бұл сыйлық. Қорапты береді. Сіз ол сыйлықты аласыз. Ол ішіне не бар екен білмейді. Сіз білесіз. Бүйтіп ашасыз, ойша. Ішін қарайсыз. Сөйтіп айтасыз. Wow, thanks for your... Рахмет, мынау мысалға сізге орындық берді. Сыйлық ретінде. Wow, рахмет, мынау орындыққа. Сөйтіп, thanks for this chair деп айтасыз, ағылшынша. Сосын досыңыз білмейді ғой не екен. Енді айтады. Мен бұны алдым, себебі сен бір нәрсе. Сен досыңыздың идеясына қарай. Досыңыз не айтса соны айтқысы келеді. Мысалға, айтайық. Мен бұны алдым, себебі сенің қазіргі орындығың бір аяғы бұзылып қалған. Мысалға. I bought it because your existing one is broken. Мысалға, қазіргісі бұзылып қалған. Секілді болады. Кейін орын ауысасыздар, ол сізге береді. Жоқ, сіз оған бересіз, айтады, сіз айтасыз. Бұл көмектеседі. Және де бұл жаттығудың жақсысы, сіз бұны үйдегі кез келген адаммен, адам жоқ болса өз-өзіңізбен айтсаңыздар болады. Және де бұл креативтілікті дамытады. Себебі, мысалға, әдетте сізге сыйлық береді, сіз білмейсіз не ішінде бар екен, ол біледі. Бірақ бұнда сіз айтасыз, ол да жаңадан ойлай бастайды.
былайша айтқанда, егер сіз біреуді кейін көріп қалсаңыз, ағылшынша сөйлейтін, сіз қысылмай еркін сөйлесе бересіз, себебі сіз бұл жаттығудың ең қиынын, былай айтқанда, практис еткен болатынсыз. Жарайды, бұл екі жаттығу миға орнықтыруға көмектеседі. Ал басқа не бар? Ол әрине ағылшын ортаны жаттау, ағылшын орта қылу. Біз қазақпыз, қазақ тілін сөйлейміз, себебі біз қазақша ортада туылдық. Қазақша. Біздің айналамызда ата-анамыз қазақша сөйледі, біздің кітаптарымыз қазақша болды мектептегі, біздің мұғалімдеріміз қазақша сөйледі, біздің достарымыз қазақша сөйледі. Сол үшін біз де қазақша сөйлейміз. Біздің орта бізді қазақ қылды. Сол секілді Америкада да олар сол үшін американдықтар. Сол үшін не істеу керек? Әрине достарыңыздың бәрін ағылшын қыла алмайсыз, мұғалімдеріңіз де ағылшын қыла алмайсыз, ата-анаңыз да ағылшын сөйлеп кетуі мүмкін, бірақ сіздің қолыңыздан келетін заттар бар. Ол телефоныңыз, ноутбугыңыз, планшетіңіз, компьютеріңіз бәрін ағылшын тіліне қоясыз. Енді сіз настройки деп жүрмейсіз, енді сіз settings деп жүрсіз. Қарапайым, бірақ бұл өте тиімді. Басында қиналасыз, не қаяқта екенін таппайсыз, приложение, бағдарлама деп жүргеніңіз apps болып шығады, бірақ кейін үйреніп кетесіз. Және де кейін, мысалға мен болған досыммен тұрдым да, мынау қаяқта деп сұрады менен, мен айттым settingsta деп. Сөйтіп мен қаламасам да сол сөзді жаттап алдым, себебі мен күніге көре беремін сол сөзді. Мен жаңағы құрылғылар, настройки дегенді settings ретінде миым қабылдап алды. Міне сол. Әрине бұл жеткіліксіз ағылшынша сөйлеп кету үшін. Сондықтан да егер сіз музыка тыңдайтын болсаңыз, ағылшынша музыка тыңдай бастау. Бұл көмектеседі. Әрине музыка ұнатпасаңыз, онда тыңдамасаңыз болады. Бұнда бастысы қинамау. Егер біреу бір нәрсені қинап істесе, онда ол ұзаққа бармайды, шаршап кетеді. Ал біреу бір нәрсені қызығып істесе, егер сіз соны қызығып істесеңіз, онда сіз үйрене бересіз, миыңыз рахаттана береді, көбірек үйренгіңіз келеді. Әрі бақытты сәттер сияқты, бақытты сәттер жатталады ғой, сол секілді. Мысалы, мен бір музыканы аламын, аудармасын қараймын, немесе lyrics деймін, оқып шығам, түсінбесем, аудармасын қараймын, сосын барып сол әншінің интервьюларын қараймын, ол не үшін мынау сөзді жазды секілді. Кейде айтады, мен мысалға мынау сөзді жаздым, немесе мынандай сөйлемді қолдандым, себебі менде мынандай жағдай орын алды, соны айтқым келді. Мысалы, қарапайым, бірақ бұл көбірек түсіне бастайсыз өлең туралы, кейін әндеткенде түсініп әндетесіз, мысалға да. Әрине сол сияқты кино, кітап, сол да жатады. Кітапты аласыз, оқисыз. Әрине бір кітапты алсаңыз болады. Қазір мысалы қалаған кітабыңызды алып оқисыз. Немесе ағылшын тілін үйренуге арналған арнайы кітаптар бар. Олар тіпті деңгейлерге қарай бөлінеді. Мысалға бірінші деңгей оңай сөздер, екінші деңгей кішкене қиынырақ, бесінші деңгей мүлдем қиын секілді сөйтіп бөліне береді. Ол кітапқа байланысты. Бірінші деңгей алып оқысаңыз болады. Егер бәрін түсініп жатсаңыз, көтере беріңіз, түсінбесеңіз, онда сөздік арнап жазып алыңыз деген сияқты. Кино мысалға субтитрмен көресіз. Мысалға бір киноны көресіз, ағылшынша кино, мысалға да ағылшын тілінде сөйлеп жатыр барлығы, бірақ субтитрлер қазақша немесе орысша тілінде. Ал немесе кино көріп жатсыз, бірақ кейде бір сөйлеп қалады, сленг, акцентін түсінбей қаласыз, сондықтан ағылшынша субтитр қосып қоясыз. Бірақ бәрін түсініп жатасыз, себебі ағылшынша субтитр жатады. Немесе субтитрсіз, сонда сіз табиғи немесе natural түрінде түсінесіз. Міне, осы қарапайым. Ал енді сізге ағылшын тілі не үшін керек? Ағылшын тілі сізге керек болады, себебі біріншіден оқу. Біз білеміз, Назарбаев университеті, Астанадағы IT университеті, олар ағылшын тілінде сабақ жүргізеді, Қазақстанда болса да. Сондықтан оларға IELTS керек. IELTS деген ағылшын тіліңіздің біліктілігіңіздің көрсеткіші. 9-дан 8 алсаңыз,
ағылшыныңыз мықты деген сөз деген сияқты. Соған дайындалып, тіпті ағылшынды күніге әшейін сөйлеп жүрсеңіз, тестті әшейін бір рет қарап өтіп, кейін шын тестқа барып, сон 8 алсаңыз болады мысалға да. Мен өзім сондай бір тесттен 100 алдым. 160-тан. Жарайды. Жалғастырайық. Мысалға, сізге студент болмасаңыз, сіз не істесеңіз болады деп сұрайтын шығарсыз. Маған ағылшын керек па? Әрине керек, себебі сіз жұмыссыз отыруыңыз мүмкін. Мысалы, қазақша білесіз, жұмыс таппауыңыз мүмкін. Мысалы, орысша білесіз, жұмыс таппауыңыз мүмкін. Сіз ал ағылшынша білсеңіз, сізде өте көп жұмыстар табылады. Әрине, қазақша білсеңіз де жұмыс табылады, орысша білсеңіз де жұмыс табылады, бірақ ағылшынша білсеңіз өте көп, салыстыруға да келмейді, білесіздер. Әрі сіздер қазіргі стандарт бойынша, стандарт емес әрі, бірақ қазіргі мода десе де болады, қашықтықта жұмыс істей аласыз. Демек сіз Қазақстанда, мысалға Шымкент немесе Тараз қаласында отырып, Microsoft компаниясында жұмыс істей аласыз, ол жаққа бармай-ақ. Сол үшін ағылшын тілі керек болады. Мысалы, әрине жақсы идея, себебі сіз ол жаққа баратын болсаңыз, мысалға, ол жақтың Америкада, мысалға Қазақстанда айына 100 мың теңге жарататын болсаңыз, өмір сүру үшін ай сайын, ал онда 1 миллион теңге жарататын. Себебі Америкада білесіздер, бағалар бізге қарағанда қымбатырақ, сондықтан қашықта жұмыс істеген осындай пайдалары бар. Бірақ бұл әрине басқа бөлек видео. Достар, ағылшынша әлем, интернет әлем баяғыда дамып қойған. Орысша әлем дамып қойған. Олар, әрине, ағылшын әлем үлкенірек, бірақ олар әлде қайда дамып қойған қазақша әлемге қарағанда. Әсіресе қазақша программирование аз. Бірақ сенің соны жөндеуге, соған ықпал етуге импакт дейді ағылшынша. Дәл қазір сенің қолыңда сол. Егер сен осы каналға жазылып, осы видеоға лайк басып, өзің қазақша сөйлеймін деп комментарийға жазып, мен қазақша сөйлеймін, рахмет, қазақша контент жасасын секілді мысалға жазсаңыздар, онда YouTube бұны басқа қазақша сөйлейтін адамдарға recommendation system, мысалға біреу қазақша сөйлейді, бағдарламамен қызығады, бірақ ол орысша видеолар көріп жүр, айтады, қазақша видео көргің келе ме деп. Сосын ол да көреді, басқа біреу да көреді. Сондықтан соған сенің қазір ықпалың бар. Егер қазақша YouTube'ты дамытқың келсе, немесе қазақша бағдарламаны, онда дәл қазір білесің не істеуді. Сау бол.